қылмыстың мотиві анықталды, толық мойындады. Министрлік Атыраудағы трагедияға қатысты шұғыл мәлімдеме жасады. Атырау облысында өткен жылдың соңынан бері іздестірілген 4 адамнан тұратын отбасының өліміне қатысты аса ауыр қылмыстың беті ашылды. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, марқұмдардың барлығы қаскөйдің қолынан қаза тауып, мәйіттері әртүрлі жерге жасырылған. Бұл қайғылы жағдай туралы ақпарат 2025 жылдың желтоқсанында туыстарының полицияға арыздануынан кейін басталды. Бірнеше ай бойы байланысқа шықпаған 66 жастағы ер адам, оның жұбайы және 2 перзентіне халықаралық іздеу жарияланған болатын. Қаңтар айының басында алғашқы 2 мәйіт табылып, іс адам өлтіру бабына ауыстырылды. Ішкі істер министрлігінің криминалдық полиция департаментінің бастығы Қанат Нұрмағамбетов тергеудің барысы туралы былай деді. Жүргізілген жедел тергеу шараларының нәтижесінде өлтірілген адамдардың мәйіттері әртүрлі жерлерге көмілген күйінде табылды. Қаңтардың басында әкесі мен анасының денесі анықталса, кейінірек ұлы мен қызының мәйіттері де табылды. Қылмысты жасады деген күдікпен марқұмдардың бұрынғы күйеу баласы мен оның бірге жүрген әйеліне іздеу жарияланды. Көп ұзамай күдікті Индонезия аралдарының бірінде қолға түсіп, Қазақстанға жеткізілді. Ол тергеу кезінде қылмысын толық мойындап, қалған мәйіттердің қайда көмілгенін көрсеткен. Қанат Нұрмағамбетовтың айтуынша, Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері Индонезиядағы әріптестерімен бірлесіп, күдікті ұсталды. Қазіргі уақытта ол Қазақстанға депортацияланып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Алдын ала болжам бойынша, бұл қанды оқиғаға ұзақ уақытқа созылған отбасылық кикілжіңдер себеп болған. Қазіргі уақытта 2 немесе одан да көп адамды өлтіру бабы бойынша тергеу амалдары жүріп жатыр. Сондай-ақ марқұмдардың кіші қызының бұл іске қатысы бар жоғы тексерілуде. Оның психологиялық ахуалын анықтау үшін сот-психиатриялық сараптама тағайындалды. Қанат Нұрмағамбетов мәселенің мән-жайын: 4 адамды өлтіруге ұзаққа созылған тұрмыстық жанжалдар себеп болған. Тергеу 2 немесе одан да көп адамды өлтіру бабы бойынша жүргізілуде және министрліктің тікелей бақылауында, деп түйіндеді. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты оқығанда шынымен жан түршігеді екен. Бір отбасының 4 мүшесінің осындай жағдайда қаза табуы өте ауыр қайғы. Мұндайды естігенде адамның жүрегі ауырмай қоймайды. Қазір түрлі әңгімемен болжам айтылып жатқаны рас. Бірақ бәрібір ең дұрысы тергеудің толық аяқталғанын күту деп ойлаймын. Бар шындық анықталып, заң алдында әділ шешім қабылданса екен. Өйткені бұл жерде бірнеше адамның тағдыры, артында қалған туыстарының қайғысы бар. Қаралы отбасының жақындарына сабыр тілейміз. Мұндай қасірет енді ешбір отбасының басына түспесе екен. Адам өмірі бәрінен қымбат екенін осындай оқиғалар тағы да еске салатындай.